Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін 17 маусым. Мына 444 шақырым Сарайшық Атырау Орал трассасы. Біздер бүгін мынаны барып өзіміз көзімізбен барып көріп келдік. Келіп жатқан әкімнің беріп жатқан отчетін көрсек те өзіміз көзбен барып көріп түсіріп келдік. Судың дейтін қарқыны қатты. Мына жерге 3 тұрба қазіргі уақытта салынып тұрған, астына 9 тұрба сумен шайылып арғай кетіп қалған. Прикиньте, 9 тұрба. Ойлай берді, судың ағысы осындай, дәл осындай қатты болғандықтан жасау мүмкін болмай жатыр. Суды 9 тұрбаны арғай ағыспен алып кеткен. Ал не дейсіңдер? Мынау биыл жасалатын жол емес. Құдай сақтасын. Біздер енді не болғанда да сол Новобогаттың жолымен қатынап жүрміз, әлде қай уақытқа дейін қатынайтынымыз бір Аллаға аян енді. Бірақ барынша жұмыс жасап жатыр акимат. Білмеймін, мынандай қарқынмен дейтін 60 КАМАЗ топырақ төгілген дейді бүгіннің өзінде. Бірақ енді білмеймін, 60 КАМАЗ топырақтың тек қана бер жағына төгіп жатыр, ар жағында әлі қанша шақырым жырылған жер бар. Мен айта алмаймын, мына жол қашан жасалып, қашан бұрынғы өзіміздің күйімізге түсетінімізді. Құдай сақтасын. Осылай барып көріп келдік, бірақ енді жұмыс жасалып жатыр. Күтеміз не болса да.